Өкпе реніштен арылу медитациясы. Аяғыңызды айқастырмай жерге тиіп отырыңыз. Тегіз екі аяғыңыз да жерге тиіп тұрсын. Бірақ ешкім кедергі жасамасын. Көзімізді жұмып, терең демаламыз. Демалған кезде ауа бүткіл денеңізді аралап жатқандай сезініңіз. Әрбір тамырларыңызбен жайылғанын сезініңіз. Басқа еш нәрсе ойламаңыз. Бүткіл денеңізде бұлшық еттеріңізді бос ұстаңыз. Ақырын жаймен әдемі табиғат аясына келіңіз. Ол ағаштардың арасы ма? Әлде таудың етегі ме? Әлде әдемі ағып жатқан судың жағасы болуы мүмкін. Өзіңіздің қалауыңызға орай әдемі табиғат аясына келіңіз. Табиғаттың әдемілігіне біраз көз салып, қарап тұрыңыз. Мына өмірде біреуге ренжігенде, қиналғанда, не істеріңізді білмеген кезде өкпе реніштеріңіздің барлығын жиылып тұрып қалған жерін іздеп табыңыз. Біреуде ол тас сияқты болуы мүмкін. Біреуде сасыған су сияқты елестеуі мүмкін. Ал біреуде лай сияқты болуы мүмкін. Сол көзіңізге елестеген бөгде затты өзіңізден іздеп табыңыз. Ол денеңіздің бір бөлігінде тұруы мүмкін. Біреудің басында болуы мүмкін. Немесе біреудің жүрегінде, біреудің көзінде, біреудің тамағында, құлағында, өкпесінде болуы мүмкін. Сол бөгде затты іздеп табыңыз. Енді осы табылған бөгде затты денеңізден түгелімен ақырындап шығарып тастаңыз. Мен сендерді денемнен босатамын. Осы уақытқа дейін менімен бірге болғандарыңа рахмет. Ризамын сендерге. Енді менің бақытты болғым келеді. Менің бай болғым келеді. Мына әлемнің әдемілігін көргім келеді. Сондықтан да мен сендермен қоштасамын. Жүрегімнен босатамын. Қош болыңдар деп шығарып салыңыз. Бәрін шығарып салыңыз.
шығарып тастаңыз. Орны ашылып қалады екен деп уайымдамаңыздар. Түгелімен бәрін сыртқа шығарыңыз. Енді осы жерге өзіңіздің нұрыңызды тауып, әбден құйыңыз. Ол нұр әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Біреуде ақ, біреуде күлгін, біреуде сары, біреуде алтын түстес. Әркімнің нұры әртүрлі болып елестейді. Нұрды молынан құйыңыз. Прям сыртына дейін ағып, төгіліп жатсын. Әбден нұрландырыңыз. Әбден жақсылап нұрландырып болған соң, енді табаныңыздың астынан шұңқыр қазып, бүткіл ескі энергияларыңыз, негатив сізге айтылған денеңізден бәрін лай сияқты сол шұңқырға ағызыңыз. Сол шұңқырға денеңізден түгелімен ағылып жатқанын елестетіңіз. Әрбір клеткаңызды, тамырларды, мидағы барлық майда клеткаларыңызға дейін бәрін ағызып, денеңізге нұр құйыңыз. Бүткіл денеңізді тазалаңыз. Біреуін де қалдырмаңыз. Бәрін тазалаңыз. Қай жерлеріңіз ауырып жүр? Егер қазір сол жерлеріңіз ауырып жүрсе көбірек, көзіңіз бе, бүйрегіңіз бе, құлағыңыз ба, сол жерге нұрды көп қылып құйыңыз. Молынан құйыңыз. Шаштарыңыздың ұшына дейін, тырнақтарыңызға дейін бәрін нұрландырыңыз. Әбден нұрланыңыз. Әбден бәрін денеңізден ағызып жіберіңіз. Бәрін ағызыңыз. Сізге керек емес негативтердің бәрін ағызыңыз. Дәл қазір осы жерден, осы сәттен жаңа, тап-таза, бақытты адам болып шығуға тырысыңыз. Тап-таза, жаңа туылған сәбидей адам болып шығыңыз. Сіздер бақытты, әдемі, бай болуға лайықсыздар. Енді табаныңыздың астындағы тесікті жақсылап жабыңыз. Толығымен жабып, өзіңізді түгелімен аппақ шардың ішіндемін деп елестетіңіз. Және де сол шардың замогын төменнен жоғары қарай түгелімен жабыңыз.
замокты жауып болған соң асықпай отырған жеріңізге келіп, отырған жеріңізді сезініңіз. Жаймен көзіңізді ашып, жымиыңыз. Тек қана жымиыңыз, керіліңіз, созылыңыз, күліңіз.